Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді духовкада пісірілетін, баялдыдан жасалынатын керемет салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен баялдымызды жуып, тазалап, осылай екі жағын кесіп, жұқайлығы осындай орташа көлемде, қатты қалың емес, тым жұқа емес, орташалау қылып, осылай видеода етіп кесіп аламыз. Барлық қажетті заттардың тізімін описанияда қалдырдым, сол жерден көрсеңіздер болады. Баялдыны таңдаған кезде міндетті түрде осындай ұзын әрі қисаймаған сондай болғаны жақсы. Рулеттеріңіз әдемі біркелкі болып шығады. Барлығын турап болғаннан кейін ыдысымызға бір ғана бетінен тұздап салып дайындап қоямыз. Қатты тұздап жүрмеңіздер, тұзы аш болып кетпесін, аз ғана тұздаймыз. Осылай жұмыртқамызды бір ыдысымызға жарып дайындап қоямыз. Енді бір ғана бетін жұмыртқаға батырып, сол бетін, жұмыртқа батырған бетін кептірілген нанымыздың үстінен батырып, сол бетімен противнімізге салып пісіріп алатын боламыз. Тек бір ғана бетін дайындап осылай саламыз. Енді духовкада 15-20 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің баялдыларымыз пісті, барлық баялдыларды осылай пісіріп алатын боламыз. Енді салмасына салатын укроп петрушкамызды майдалап турап, бір сарымсағымызды күштен өткізіп аламыз. Барлығын укроп петрушкамызды және сарымсағымызды ыдысымызға салып, үстінен шамалы майонезімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Салмасына салатын қызанағымызды және де осындай салат жапырақтарын дайындап қоямыз. Қызанақтарымызды дәл видеода етіп, ұзыншалап турап шығамыз. Достар, егер менің YouTube каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып қойсаңыздар, өте қатты қуанып қалар едім. Менің каналымнан басқа да қызықты рецептерді таба аласыздар. Каналымда әр кез жаңа рецептермен бөлісіп отырамын. Осылай бәрін дайындап алғаннан кейін баялдымыздың үстінен алдын ала дайындалған соусымызды жағып, үстінен осылай жапырағымызды және де қызанағымызды салып, тығыз етіп ораймыз. Бірнеше рет қайталап көрсеттім, сіздерге түсінікті болсын деп. Міндетті түрде панировочный сухари жағылмаған бетіне жағып, осылай орап шығатын боламыз. Барлығын осылай жасап аламыз. Осымен біздің салаттарымыз дайын. Салат өте керемет әрі өте дәмді болып шығады. Аптап күннің ыстығында газдың жанында тұрып, пісіріп тұруға, майға қуырып пісірудің қажеті жоқ, және күн ыстықта майлы тағам жегіңіз келмесе, міндетті түрде осындай баялдыларды жасап көріңіз. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. Құрметті көрермендерім, сіздерге менің видео рецептім ұнаса, міндетті түрде жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, және сонымен қатар менің каналымнан қандай тағы тағамдар көргіңіз келеді, сол туралы комментарий жаза кетсеңіздер екен. Сіздермен болған арайлым, баршаңызға рахмет.